бүгін өзімнің 2 орынбасарыммен педагогтарға арналған ойын симуляторымен танысып жатырық. Бұл ойын симулятор бізге бірінші кезеңде өте үлкен қиыншылық туғызды, бірақ ойынға кіру бағытында біз көптеген аспекттермен танысып, өзімізді екінші рет оптималды команда ретінде шешім қабылдауға бағыт алып, көптеген жаңалықтармен танысып жатырық. Бұл әрбір басшының лидерлік позициясын тек қана өзіне жүктеп алмай, командамен бірге шешуге ықпал етеді екен. Сондықтан осы симулятор қазіргі басшыны қалыптастыруға, сонымен қатар командалық жұмыс жасауға үлкен ықпалы бар деген ойдамын.